Сәлем, қымбатты оқушылар, қалайсыздар? Дайындық қалай жүріп жатыр? Енді кезекті 7-ші нұсқамызға да келіп жеттік. Алла нәсіп етсе қазір бастаймыз. Енді сіздерде жақсы прогресс болып жатқан шығар деп ойлаймын. Себебі осыған дейін дайындалдыңыздар да. Мынандай болады, басында физикада мысалға 20 сұраққа дейін, 20 балға дейін тез көтеріледі. Даже 1-2 айдың ішінде тез көтеріп кетеді. Бірақ 20-дан арғай вообще, 30-дан арғай вообще жүрмей қояды. 31, 32 қайта түсіп кете бересіз да. Ол кезде, егер сізде сондай жағдай болатын болса, онда каждый сұраққа жұмыс істеп үйрену керексіз. Осыған дейін сіз мән бермедіңіз, қалай? Мән бермедіңіз дегенде, енді тез өткізуге тырысасыз, яғни бір сұрақты оқып отпайсыз, қате ме, дұрыс па деп шығара алатынын білесіз да, тез шығарып өте шығасыз. Бұл жағдайда бұл неңізді, әдетіңізді өшіру керексіз. Каждый сұрақтың бір нелеріне соңғы моментке дейін дұрыстап оқып, қайтадан қарап үйрену керексіз. Өйткені 140 алатын болсаңыз, мысалы алғыңыз келетін болса, егер 139 алып қалсаңыз, кәдімгі қатты өкінесіз. 60 алған баладан қарағанда, 50 алған баладан қарағанда қатты өкінесіз. Себебін білмеймін да, мысалға, 1 балл қандай сіздің арманыңыздың орындалуына немесе 140-қа жетпей қалған кезде кәдімгідей қатты өкініш тудырады. Сол кезде сезінесіз 1 балдың қаншалықты маңызды екенін. Сол үшін каждый пәнде не істеу керек? 1 балға жақсы жұмыс істеу керек. Яғни әрбір сұрақты дұрыстап оқып үйрену керек. Сонда ғана сізде 31-ден кейін 32 пайда болады, 32-ден 33 пайда болады, яғни 40-қа жете аласыз. Атак тез есептеп шығамын, немесе бір қарап өтіп шыққаннан 40 ала алмайсыздар. Міндетті түрде 2 немесе 3 рет қарау керек, егер 40-тан 40 алғыңыз келсе. Бүгінгі кеңес осы болар. Олай болса, біз сабағымызда бастайық. 130 балдан 120-ға жүрмей қояды негізінде. 120-ға дейін жақсы көтересіздер, 130, 140-ға келген кезде вообще жүрмей қояды. Сол кезде осындай тәсілді қолданасыздар. Хорошо. Кетті, оны бірінші сұрақты қарайық. Бірінші сұрақта бізде не берілген? Бірінші сұрақта бізде жылдамдықпен келе жатқан бірінші дене массасы какой-то m дейді. Тура сондай m дене қарама-қарсы келеді, суретте көрініп тұрған шығар да. Осы кезде центрлік серпінді соқтығысады дейді. Соқтығысқаннан кейінгі бірінші дененің жылдамдығы. Енді бұл жерде серпінді болса m1 v1 плюс m2 v2 деген импульстың сақталу заңы бар. Плюс-минус m1 v1 штрих плюс минус m2 v2 штрих. Бұл жерде орнына қоямыз. Бірінші m1 деген m, v1 деген v, минус болады, себебі бір-біріне қарама-қарсы болады. Қарама-қарсы болған себептен жерде минус таңбасы болады. Минус m2 v2 болады. m2 дегенде ол жерде ол да m қойды. Сондықтан v2 деңіз v бөлінген 2. То есть мынау v1, мынау v2 болады. Орнына қоямыз. Сол кезде m1 m, то есть v1 штрих болады, плюс минус m v2 штрих болады, то есть v2 штрих болады. Енді екі жағында да жақсылан сыртына m-ді шығарып жесек болады. Мына жақсылан сыртына сонда v минус v бөлінген 2 қалады мына жақта. Ана жақта сәйкесінше m жақсылан v1 штрих плюс минус v2 штрих m болады. m-мен қысқартып жібереміз. Сол кезде v2-ден v-ны азайтқан кезде мына жақта сразу жақшанышынан шығарайық. v бөлінген 2 қалады. Ал v1 плюс минус v1 v1 екен ғой. v2 штрих болады. Енді v1 мен v2-ның қосындысы әрқашан немесе азайтындысы v2 бөлінген 2 болу керек. Ол міндетті түрде онда v1 табу керек. v1 қанша болады дейтін болса, v1 әрине v бөлінген 2-ге тең болады деп аласыз. Себебі қосқан жағдайда 0 болады. Өйткені v2 0-ге тең болуы мүмкін. Өйткені бірінші импульс қарасаңызда екінші импульстің 2 есе артық. Сондықтан
нөл болып кетеді. Сондықтан жауапты ауызша айта саласыздар, енді логикалық дейді. Қоссаңыздар да азайтсаңыздар да нөл шығады. Кетті номері екінші есеп. Горизонтал тұрған массасы 1,5 тонна автокөліктің салмағын табу керек. Салмақ дегеніміз P тең mg болар. mg. Сондықтан массаны орнына қоямыз. 1,5 тонна дегеніміз 1500 килограмм. 1500 килограммды көбейтесіз g-ға 10-ға. Сонда 15.000 ньютон немесе 1,15 килоньютон болады. Жауап бізде А болады. Келесі номері қаншасын сұрақ? Бізде үшінші сұрақ. Көл бетінде ұзындығы 300 метр толқынның тербеліс периоды 10 секунд болса, таралу жылдамдығы. Тербеліс толқын ұзындығының теңдеуі бар, екі теңдеуі бар. Лямбда тең болады В көбейтілген Т немесе В бөлінген ню. Біз біріншісіне қоямыз. Өйткені период беріп тұр. Осы жерден В-ны табатын болсақ, лямбда бөлінген Т болады. 300-ді бөлесіздер 10 секундқа. Ешқандай несін айландырмаймыз, сөзде 30 метр секунд шығады. Жауап Б. Кетті ондай болса, келесі сұрақ. Төртінші сұрақ. Кузаң ауызша сұрақ екен. Бұны белгілей салайық та, F тең kx ғой. Жетінді деген үшін F тең kx. Сигма S деген бұл негізі қысымға байланысты күш, мынау ауырлық күші, мынау F тең гамма ньютон екінші саған, мынау дегеніміз бұл жерде басқаша сәл. Бесінші сұраққа қарайық. Изохоралық процесс үшін теңдеу. Изохорада көлем тұрақты болады. Изохорада V константа болады. Олай болса P нью R T теңдеуін жазатын болсақ, P1 V1 нью R T1 болатын болса, нью R өзгермейді. P2 V2 нью R T2 болатын болса, бізде көлемдер бірдей болғандықтан нью 1 нью 2-ні егер қатынаста болатын болсақ, нью 2-ның қатынасы қысқарып кетеді. Сонда P2 P1 P2 қалады, мына T1 T2 қалады. Немесе бұны P1 бөлінген T1 деп жазылады. Немесе P2 бөлінген T2 деп те жазылады. Жауап Д. Сол үшін. Кеттік. Номері 6-шы есеп. Қандай да бір мөлшерде судың температурасын 200 калория 1 цельсиусқа өзгеру үшін 200 калория жұмсайды. Осы судың 2/2-сын, 2/1 бөлігін температурасын 1 цельсиусқа өзгерту үшін қажетті жылу мөлшерін табу керек. Бұл есепте не істейміз? Бірінші калорияны неге айландырамыз? Жылға айландырамыз. 1 калория қанша? 4-те 2 болатын болса, 200 калория қанша болады? Деймізді ені тауып аламыз энергия. Сонда пропорция қайда? 200-ді көбейтесіздер 4/2-ге бөлесіздер нешеге? 1-ге. Сонда қанша шығады? 4/2-ні көбейтем. 8/840 шығады. 840 шығады. 840 болғаннан кейін бұны тағы да пропорция қоямын. Егер 1 килограммы массасы М дененің жұмсауға 840 жол энергия кететін болса, М бөлінген 2-ні қыздыруға қанша жылу мөлшері кетеді? Тағы да бұны Q дей саламын. Q тең болады пропорция. М бөлінген 2 көбейтілген 840 бөлінген М. М менен қысқарады, 800 мен 840 қысқарады. Сол кезде 420 шығады. Жауабы 420. Болды. Жол. Кетті ондай болса, келесі номері. Номер 7-ші сұрақ. Мына видеоны өшіре салайын ба?
Так. Металдар кедергісінің температура табиғат көрсететін тең формула дейді. Бұны білеміз де жатқа. Мынау болады балар. Мынау емес. Бұл неге байланысты? Жұмысқа байланысты. Мынау эпсилонға байланысты. Бұл да болмайды. Бұл кәдімгі Ом заңы. Мынау болмайды. Мынау кәдімгі өзінің кедергінің формуласы. Тек қана мынау температураға байланысты. Немесе есепті қарайтын болсаңыз температура тұр, альфа дельта деген. Так, номер 8-ші сұрақ. Металдар кедергісі. Тағы да сол сұрақ қайталанып кеткен. Жауап бұл жерде әрине тағы да Е болады. Кетті ондай болса. Келесі 9-ші сұрақ. Толқын ұзындығы 3,8, 7,6 немесе 4 көбейтіңіз. 4 пен 8-дің арасы. Кейбір кітаптарда былай келеді. 4 пен 8-дің арасы деп те келеді. Бұл негізі жарық болар. Ақ жарық. Бізде көрінетін жарық. Жауап А болады. Бұны жатта боласыздар енді. Бұны түсіндірмей қояйын. Так, бұл есепті кешегі өткен нұсқада шығардық. 6-шы нұсқада кажется. Бірінші кубыр табамыз. Бірінші сұйықтыққа. Бірінші сұйықтық үшін кеттік. Бірінші сұйықтықтың температурасы 0 Цельсий градус басында. Ол 0 Цельсий градуста не істейді? Балқиды, немесе қатаяды. Сондықтан кубыр тапқан кезде М көбейтілген лямбда деп таба саламыз. Сондықтан массасы 1 килограмм болса, анау 335. Оның 3 дәрежесі, сонда бәрібір 335 оның 3 дәрежесі шығады. Бұл дегеніміз 335 килоджол деген сөз. Бұл біріншісі болды. Екінші денені тапқан кезде, екінші сұйықтығын тапқан кезде, вот проблема шығады. Өйткені бірінші оның температурасы минус 110-де тұрды. Біздікі 0-де тұр. 0-ден 110-ға жеткізуіміз керек. Ол үшін Q1-ді табамыз. Q1 дегеніміз ол жағдайда не болады? См дельтаты болады. С дегеніміз 2400 деп тұр. С деген мынау. М дегеніміз 1 килограмм, дельтаты дегеніміз ол 0-ге дейін көтеріп 0-ден түсіріміз керек. Неге дейін? 110-ға дейін да. Минус 110 болады. Өзде 2400-ді 110-ға өтетін болсақ, қанша шығады? 2400-ді 110-ға өтетін болсақ, бізде 3264-250% шығады. Қанша? 2400-ді көбейтеміз 110-ға. 264 шығады. 264 мың шығады. Бұл дегеніміз енді Q2-ні табамыз. Бұны қату температурасына дейін жеткіздік. Өйткені ол 0 Цельсий градуста қатпайды, 110 Цельсий градуста қатады. Енді температураға жеткеннен кейін оны ары қарай істейміз. М көбейтілген лямбдаға қоямыз бұны. Тағы да. Сол кезде 1 көбейтілген оның меншікті балқу жылуы 108. Қанша градуста балқын болса, сонша градуста қатады болар. 108-ге көбейтеміз, 108 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Сонда бұл да 108 мың шығады әрине. Екеуін қосатын болсақ, общий Q жалпын тапқан кезде 264 мыңға қосамыз 108 мыңды. Сол кезде 372 шығады. 372 шығады. Бұл дегеніміз 372 килоджол. Онда жауап жоқ бізде, өкінішке орай. Бұл кешеде қате сұрақ болған, яғни жауабы қате. Бізде жауабы 372-де 335 шығу керек. Все болды. Келесі есеп 11-ші есеп. 11-ші есепті қарайық. Бізге табу керек толқын ұзындығын жылдамдық табу керек. Есепті оқыған болсаңдар, бір толқын ұзындығы дегеніміз ол бір айналма кеткен жол. Бір айналым деген не? Немесе екі бірдей нүктенің арақашықтығы. Мысалы, мына нүктеден бастасам, ол қай нүктеде бірдей болады? Көтеріліп бара жатқан нүкте, түсіп бара жатқан нүкте. Көрдіңіздер ме? Мына бір толқын ұзындығына сәйкес келеді балар. Сонда мынау общий 60 сантиметр болса, демек бір толқын ұзындығы бізде получается 30 сантиметр болады. Лямбда, көрдіңіздер ме? 30 сантиметр. Ол дегеніміз 0,3 метр.
Енді период берілген 0,5 деп нені табамыз? Толқынның жылдамдығын табамыз. Лямбда тең v көбейтілген t болатын болса, осы жерден v-ны шығаратын болсам, лямбда бөлінген t ғой, период. Лямбда деген 0,3 бөлесің 0,5-ке тең 0,6 шығады. Немесе 60 метр секунд қой. Метр бөлінген секунд, 60 сантиметр бөлінген секунд шығады. Бізде жауап, бір жауап бар сияқты. 30 сантиметр 0,6 деген жауап бар екен. 30 сантиметр метр 0,6 деген метр. Екі жауап белгілейміз. Сондықтан жауап В болады. Келесі номері 12-ші сұрақ. Ауызша сұрақ, өткен нұсқада келген. Так, математикалық маятник анық төсінен жіберілді. Дене қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды. Денеге әрекет ететін ауырлық күшін табу керек. Ауырлық күші барлық жерде бірдей болады. Себебі ауырлық күші өзгермейді. Ол тең, тең mg. Окей. Ал салмақ, тіректің реакция күші деген бәрі өзгеретін шамалар. Келесі номері 13-ші сұрақ. Қалыпты атмосфералық қысымда температурасы 12 Цельсий градус болатын гелийдің тығыздығы. Мұны идеал газ теңдеуінен шығарамыз олар. PV тең нью RT. Не емес, сразу ашық. M бөлінген M RT ғой. Осы жерден тығыздық деген не екеніміз білек. Тығыздық дегеніміз жаралып жүрек. Жүректі витестері бөлестірсін. Жүрегін жараланды, то есть M бөлінген V шығады. Осы жерден бізге M керек, V керек. M деген метр, V деген метр. Екеуін бір жағын өткізіп. Так, қалай өткіземін? Бірінші мынаны былай өткіземін. PM-ді мына жерем. PM-ді мына жерем. Сол кезде V M R T болады. V-ны былай өткіземін. R-ны былай өткіземін. Сол кезде PM R T болады. Ал V астына түседі M V ол деген ұрон береді. Дұрыстап жатқан болсам керісінше жазамын. M бөлінген V P M бөлінген R T болады. Болды. P деген бар, иә. Оның 5 дәрежесі паскал. Оның 5 дәрежесі көбейтілген M деген бар екен. 4 грамм, грамм өткетпейміз. 4 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі бөлінген R деген 8-31. Ал T деген температура 12 Цельсий градус болғанын кельвинге айналдырамыз. Так, 12-ге қосамын 273-ті. Сонда қанша шығады өзі? 200 деген ғой. Жоқ, 200. 285, 285 шығады. Так, бақ, есептейтін болсаңыздар, сіздерде жауап шығады 0,17 килограмм бөлінген метр куб шығады. Жауап А. Кетті онда. Келесі сұрақ, номері 14-ші сұрақ. Вакуумде жылдамдық 8 метр секунд, бұл бұрыннан келген есептердің бірі. Жылдамдық дегеніміз 8 көбейтілген мега деген, оның 6 дәрежесі метр секунд. Мега дегенде. Өдеуін табу керек. Бұл жерде екеуін теңестіреміз. Кернеудің мәні. UE мен mv квадрат бөлінген екеуін теңестіруге болатын білесіздер әбден. Осы жерден нені шығарамыз бізге? Кернеу шығарамыз. Кернеу тең болады. Сонда mv квадрат бөлінген 2u болады. M деген метр. Жылдамдық дегеніміз берілген метр. Так, сосын U деген табу керек болды. Масса бар. Масса дегеніміз 9,1. Оның минус 31 дәрежесі көбейтілген. V деген 8,64 көбейтілген оның 6 дәрежесін көбейтілген оның 12 дәрежесі болады. Бөлінген 2 көбейтілген U емес екен ғой. 2 көбейтілген E ғой бәсе. Бірінші жетпей қалсын. 2 көбейтілген E. E дегеніміз бар 1,6, оның минус 19 дәрежесі. 1,6, оның минус 19 дәрежесі. Бақ, қысқартып есептейтін болсаңыз 182 шығады жауап. Жауап да. Окей, кеттік. Номері бізде 15-ші сұрақ. Видеоны жасайын, да?
Так, дихан 56 тонна картоп өнімі алды. Егер үйілген картоптың тығыздығы 700 килограмм метр куб болса, картопты тасу үшін 4 метр куб автокөліктің жасайтын рейс саны дейді. Енді былай істейміз. Бірінші картоптың көлемін тауып аламыз. Көлемін табу үшін тығыздықтың теңдігін қолданамыз. М бөлінген В. Бұны шығаратын болсақ, М бөлінген Р. М дегеніміз 56 тонна, 56 мың болады. 700 дегеніміз тығыздық 2 қысқарады. Яқтан 7-56-мыз 80 метр куб шығады. 80 метр кубты егер 4 метр кубқа бөлетін болсақ, сонда бізге жасайтын рейс саны шығады. Сонда ол 20 рейс жасайды. Немесе 4 тонналық машинадан 4 метр куб көлемі бар машинадан 20 машина керек. Немесе 20 рет бару керек. Екеуінің біреуі. Бізде 20 рет бару керек. Рейс саны деп тұрады. Так, жауап В. Кеттік номері 16-шы есеп. Тік жоғары атылған оқ пен оның дыбысы 600 метр биіктікте бір мезгіл жетеді дейді. Екі нәрсе бар. Біріншісі оқ бар. Екіншісі оның жылдамдығы бар. Вот, екеуі бірдей жетеді 600 метрге. Биіктік 600 метр. Просто екеуінің қозғалысы екі түрлі. Мысалы, біріншісі дыбыс болсын, мынау дыбыс болсын, мынау оқ болсын. Енді дыбыс бір қалыпты қозғалады. Өйткені ол В көбейткен Т заңына бағынады. Себебі оқтың жылдамдығы, дыбыстың жылдамдығы тұрақты 340 метр секунд. Көріп тұрсыздар ма? 330 метр секунд. Ал мынау оқ болатын болса, оқ ол керісінше кеммелі қозғалады. Басында жылдамдық максимум болады. Яғни В нөлевой жылдамдықпен қозғалады какой-то. Бірақ осы белгісіз осыны табу керек. Яғни ол кезде ол H тең болады В нөлевой Т минус J квадрат бөлінген 2-мен қолданады. Яғни жоғары көтерген сайын жылдамдық азая береді. Бізге осы жерде мына В нөлевой табу керек. В нөлевой дегеніміз міне тұр, көріп тұрсыздар ма? Мынаны табу керексіздер. Енді осыны тапқан кезде не істейміз? Так, бірінші мына тын тауып аламыз. S-тен VT-дан тын тауып аламыз. Өйткені общий биіктік бізде қанша метр? Мына биіктік екеуінде де 600 метр ғой. 660 метрден 660 метр биіктік бар. Сөйтеміз да S-тен немесе S емес, бұл жерде H болады биіктігі. H-тен VT дейтін болсақ, 660 болатын болса, жылдамдық дыбыстық 330 болатын болса, тын табатын болсақ, Т тең әрине қанша шығады? 2 секунд шығады. Демек, екеуі де 2 секундта көтерілген. Просто бірі бір қалып көтерді, екіншісі айнымалы қозғалды. Енді мына жерге қоямыз. H тең V нөлевой Т минус JT квадрат бөлінген 2 болады. Осы жерден H-тың орнына 660-ты қоямын. В нөлевойдың орнына белгісіз, осыны табу керек. Т-ның орнына 2 секунд қоямын. J-дің орнына 10, 2-ның орнына квадрат, уақыттың орнына 2-ні қойдым, квадраттан бөлім 2-ге. 2 мен 2 қысқарады. 660 тең болады 2 В нөлевой минус 20. 20-ны былай түссем, қанша болады? 680 болады. 2 В нөлевой болады. В нөлевой шығаратын болсам, 682 бөлім 340 метр секунд болады. Жауабы осы болады. Хорошо? Жауап бар мындай? Жауап С болады, Окей. Номері келесі. Бізде номері 17-ші есеп. Зат мөлшері дейді. Зат мөлшері берілген температурасының изобарау жылымен дельтаты қатырған кезде газ 16 жыл жұмыс атқарады дейді. Мынау зат мөлшері температура жұмыс дегеніміз мынау А. Зат мөлшері 2 нью болса, 2 атомды газдың температурасын дельтаты қатырған кезде ішкі энергия өзгерісі. Яғни дельта U-ды табу керекпіз. Бірінші жұмыс тең, неге тең? Жұмыс тең негізі P дельта V немесе нью R дельта Т-ға тең. Осы жерден біз нені тауып аламыз?
мына температура өзгерісін тауып аламыз бірінші. Температура өзгерісі A-ны бөлеміз, Яқын шығар. Delta T деп жазайық. Delta T деген болады. A бөлінген new R ғой. Осылай жазамыз. Мына A дегеніміз 16 бөлінген, сонда new R болады. New белгісіз, R-дің мәні 831, оны жазып қойып бірақ. Енді изобаралық процесс кезінде ішкі энергия дейді. Ішкі энергияны табатын болсақ, delta U, мына 2 атом деген назар аударамыз. 2 атом деген кезде, ол кезде мына жерде 3 бөлінген 2 емес, 5 бөлінген 2 болады. 5 бөлінген 2 new R delta T болады. Бізде 2 атомдығы дегендіктен зат мөлшері 2 new ғой. Newдің қасына 2 қоямыз. Көрдіңіздер ме? Ал delta T-ның орнына не қоямыз? Delta T-ның орнына мынаны қоямыз. Delta T-ны таптық қой. Delta T деген A бөлінген new R, ол 16 бөлінген new R. Орнына қоятын болсақ, 5 бөлінген 2, 2-ні дұрыстап жазайын. 2 көбейтілген 2 new, то есть R көбейтілген delta T-ның орнына 16 бөлінген new R қоямыз. New R мен new R қысқарып кетеді сол кезде, 2 мен 2 қысқарады, сонда 5 көбейтілген 16 қалады. 5 көбейтілген 16, бұл қанша шығады? 80 шығады, 5, 6, 30, 80 шығады. 80 жол болады. Жауап А болады. Кетті ондай болса, номері 18-ші есеп. Әрқайсының көлденең қимасы деген бұл бұрыннан кейін есеп сияқты. Аудан берілген, орам саны берілген, кедергі берілген, мынау екеумагнит индукциясы В берілген. Табу керек зарядтың шамасын. Зарядты табу керек. Белгісіз нәрсе Q сұрақтыр. Енді ток күшін білеміз, ток күші тең Q бөлінген T деген теңдеу бар. Осы жерден Q-ды шығарасыздар. Q тең сонда I көбейтілген T ғой. Демек, осы теңдеуден шығарып болу керек біз. Бірінші орам саны delta V деген қолдан. Бірінші формула E тең болады N delta V S бөлінген T деген теңдеу бар. Электр қозғалушының. Осы жерден бірінші теңдеу, екінші теңдеу қолданамыз. Q тең I көбейтілген R. Бұл екеуі негізі бірдей шама. Екеуі тең. Екеуі де кернеу. Өлшем бірлігі вольт қойды. Өлшем бірлігі вольттың екеуі де бірдей шама. Яғни теңестіруге болады. Теңестіретін болсақ, N қарай жазайын ба? N V delta VS бөлінген T көбейтілген I R болады. Сөзді R-ді мына астына жерсем, ток күшін бұлай жерсем, онда теңдеу бұлай болады. N V delta S бөлінген R тең I көбейтілген T болады. I көбейтілген T деген Q-ды береді. Сонда Q получается N delta VS бөлінген R болады. N деген орам саны 500 деп тұр. N 500 көбейтілген delta V дегеніміз 0,7 азайтылған 0,2 болсын. Көбейтілген S дегеніміз 5 см, 5 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі бөлінген R дегеніміз бар. 100 Ом дейді. 100. Есептейтін болсақ, 1,25, оның минус 3 дәрежесі шығады. Бұл жауап әрине С. Кеттік номері 19-ші есеп. Ауаға түскен бұрыш 30 градус. Тағы да сәуле саламыз. Мынаған түсу бұрышы 30 градус. Түскен сәуле 60 градус дейді түсу бұрышы альфа. Сыну бұрышы беттайы. Бұл 30 градус дейді. Бізге толық ішкі шағу тауып. Толық ішкі шағу деген мынау сынған сәуле бұлай қарай қозғалатын бағыт. Оның формуласы қалай? Оның формуласы синус альфа тең болады 1 бөлінген бізге n табу керек. Ол үшін бізге екі ортаның сының көрсеткішін табу керек. Синус альфа бөлінген синус
бета болады. N тең синус f бөлінген синус бета, иә. Синус 30 градус. Ой, 60 градус бөлінген синус қанша градус? 30 градус, иә. Яқта 0,87 деп жауап беріп қойыпты. Көріп тұрсыздар ма? 0,5. Сонда где-то шығады 1,72 ме? 0,87-ні бөлемін 0,87-ні бөлемін 0,5-ке. 0,5-ке. 1,74 шығады тұрсы. 1,74 шығады. Ол апарамда ана жерге қоя салам болды. Осыны апарамда n орнына қойым керек. 1 бөлінген 1,74. Ол дегеніміз 0,57 болады. Бұндай жауап бұрыштың мәні нақты жоқ, сондықтан бұлай жазамын. Арк синус 0,57 деп жазсам. Жауап А болады. Кеттік онда, келесі номері 20-шы есеп. 20-шы есепті кешегі нұсқада көрсеттім де. Бұл жерде екі күшті аламыз. Төмен қарай ауырлық күші mg, жоғары қарай f тең kx деген не күш бар? Kx деген сетінің күші бар. Екеуін теңестіреміз. F тең минус f. Сонда mg тең kx. Осы жерден k-ны табыстыр. K тең mg бөлінген x қой. Бірінші m табу керек. M дегеніміз мынау. Қанша арасы? Арасында 0,2, 0,3-тен бастап та 0,6-тан бітеді. Арасы бәрі 0,3. 0,3-ке тең. Көбейтілген 10. Көбейтілген 10, бөлінген дельта x. Дельта x деген мұнаның сәйкес келетін жері мұна жері бастады. Мұнаныкі 2-ден бітеді. Демек, мынау белгісі болып тұр. Мынау 0,1 болса, мынау 0,2 болса, мынау 0,15 болады. Екеуінің өзгерісі 0,05 болады. Арақаштығы. Сонда x тең 0,05 болады. Есептейтін болсаңыздар 60 шығады. Жауап С. Кеттік онда. Ретте қоянның қозғалысын сипаттайтын график берілген дейді. Осы жерден табу керек. Орташа жылдамдық. Үш нәрсені табу керек. Орташа жылдамдықты, қозғалыс болған уақытты, v орташаны табу керек. Қозғалыс уақытын, именно қозғалған. 30 секундта жүрген жолы. 30 секундта жүрген жол проблема емес, өйткені жолды қараймыз. Мына 30 секунд, мынаған дейін 30 секунд кетеді. Сәйкесінше ол жолды қарай саламыз соңғысын. Сонда 100 деп тұр. Демек, 100 метр болады, G болады. Енді бізге табу керек проблема неде? Қозғалыссыз болған уақытты, қайық. Қозғалыссыз болған уақытты бізде қайсысы? S-ті таптық, S деген 100 болды. Қозғалыссыз болған уақытты не? Көтеріліп баратыр ғой. Демек, жол жүріп жатыр. Мына жерде, қызылмен белгілеймін, қараңыздар. Мына жерде ол жол жүрмейді. То есть тұрады, елі болып өзгермейді. То есть. Ал мына жағы көк. Өйткені көкте ол не істейді? Жол жүреді. Көрдіңіздер ме? Мына қызыл бөлікте ол жол жүре алмайды. Уақыт өтіп жатыр, ол бір орында тұр. Сондықтан ол жерде кеткен уақыт табатын болсақ, вот мына аралық қой. Так. Мына 30 бен 20-ның арасы 25 бар маяқта. Сондықтан ол 25-тен 10-ды азайтамыз. Сонда 15 секунд болады. Т тең 15 деп жазасыздар. Орташа жылдамдық табу керек. Ол үшін V орташа қоямыз. V орташа тең S1 плюс S2, T1 плюс T2-ке қоя саламыз. Себебі бұл жерде жүрген жол екеуі ғана. Бірінші жүрген жол 50 метр басып тапты. Оған кеткен уақыт 10 секундта.
плюс оған кеткен уақыт 10 секунд. Келесі ортасында қозғалмайды, 10 мен 25-тің арасында 25-тен 30-ға дейін қозғалып, ол кезде 50 метр жүреді. 50 метр жүреді, бірақ ол кезде 5 секунд жүреді. 25 пен 30-ның арасында. Сонда 100 бөлінген 15 болады. Ол деген 6-да 67. Немесе 6,6. 6,7 деп жазамыз. Метр секунд. Жауап D, F, G болады сонда. Вот так. Все. Кетті онда. Номері 22-ші есеп. Ауаның ылғалдылығын дейді. Оны өткенбізде ауаның ылғалдылығын есептейтін құрал бұл бұл қайсысы? Бұл бізде психрометр және гигрометр екеуі ғана. Бұрыннан келіп жүрген сұрақтардың бірі, старый сұрақ. Так, 23. Электролит арқылы тоқ өткен кезде қандай құбылыстар байқалады? Қандай әсерлер байқалады? Бұл жауап химиялық. Бірінші электролиз процесі болады, жылулық, су жылиды, мысалы ретінде. Магниттік әсері, бұл тоғы бар жерде магниттік әсері болады, жауап Е болады. Кеттік онда. Келесі сұрақ. Номері 24-ші сұрақ. Номері 24-ші сұрақта индуктивтілікті табу керек екен. Электр қозғауыш күшін теңдеп жазамыз. Электр қозғауыш күші дегеніміз эпсилон. Эпсилон дегеніміз Li бөлінген шынты ғой. Бұл жерде қарасаңыздар ток күші 50 ампер бөлінген секунд деп жазып қойған. Осының ішінде өлшем бірін қараймыз. Ампер бөлінген секунд деген уақытпен бірге беріп тұр. То есть бізге мынаны беріп тұрды. Мына екеуінің мәні. Электр қозғауыш күші дегеніміз ол мынау. Эпсилон деген 25. Сонда 25 тең болып тұр. L көбейтілген I мен T-ның қатынасы бізге 50-ге болып тұр. L тауып аламыз, е? L дегеніміз 25-ті бөлесіздер қаншаға? 50-ге. Сөбеде 0,5 шығады. 0,5 деген жауап С бар. Басқа жауап бар ма? Төмен жағын қарау керек ол үшін. Төмен жағын түсірейік. H бар. Номер 24-ші сұрақта С және H болады жауап. Так, мына белгілеп көрсетейін да. Қателесіп кетпеңіздер. Жауап С және H. Басқа жоқ сияқты да, 500. Окей, кетті онда. Келесі номері 25-ші сұрақ. Нәрсені 5 есе үлкейтіп көрсету керек дейді. Бұл жерде 26-ші сұрақта так, 5 есе үлкейту деген бұлау. Г ғой. Г. Так, Г-ны астына жазайын да. Г дегеніміз бұл кескіннің биіктігін бөлеміз нәрсенің биіктігіне, немесе кескінге дейін қарғашықты бөлеміз нәрсеге дейін қарғашыққа. Сол кезде жауап бізде 5 шығу керек. Түсінікті ғой да? F тең 13 дейді. Фокус аралығы 13 беріп қойған. Алынған кескіннің линиядан орналасу қашықтығы табу керек нені? Бірінші нәрсе табуымыз керек. Бұл F-ті табу керек бізге. Кішкентай F-ті табу керек. Кішкентай F белгісіз бізде. Кішкентай F белгісіз. Екінші табу керек. Қашықтығы және нәрсе мен экранның ара қашықтығы. Нәрсе мен экранның ара қашықтығы деген бұл L. L деген то есть D мен F-тің қосындысы. Түсінікті ғой да? Екі нәрсені табуымыз керек. Бірінші F табайық. F табу үшін мына жерді ойланыстырамыз. Фокус аралығымен табамыз. Фокус аралы деген 1 бөлінген F ғой. Ол 1 бөлінген D плюс 1 бөлінген кішкентай F. Бізде екеуі де белгісіз болғандықтан мынаған қарап табамыз. Қараңыздар. F пен D-ның қатынасы 5 есе шығу керек, е? 5 шығу керек қой. F пен D-ның қатынасы. Онда былай аламыз. F-ті 5D деп аламыз. Түсінікті ме? F-ті 5D деп алсаңыздар, сол кезде былай шығады, типа 5D бөлінген D шығады. Сонда 5 шықпай ма қайтадан, е? Демек, біз F-тің орнына 5
дан аламыз. Ал д-ның орнына кәдімгі өзінің д-ны ала береміз. Мына теңдеуді қайтадан жазатын болсам, 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d. Ал f-тің орнына не қоятын болдым? 1 бөлінген 5-ді қоямын. Сол кезде екеуін ортақ бөлім келтіретін болсам, 5-ді болады. Мынаған 5 беріледі, сонда общий 6 болады. F деген беріп тұр, F-тің мәні қанша бізде? 1 бөлінген F-тің мәні ол 13 сантиметр. То есть мына өшіріп жазайын. Жазсайыншы 13 сантиметр еді. Осы жерден д-ны табамын. Теңдікті мына жағын қолданып алып д-ны табамын. Д-ны шығаратын болсам, д тең қалай болады? 6-ны көбейтемін 13-ке, бөлемін 5-ке. Сол кезде бізде қанша шығады? 15,6 шығады. 15,6 сантиметр шығады. Бұл д. Енді f дегеніміз 5-ға тең. Орнына қоямыз. Қараңыздар, қызылмен жазайын. F дегеніміз 5d ғой. Сонда 5 көбейтілген d дегеніміз қанша болып тұр бізде? D дегенім міне, d-ны таптым ғой. 15,6. Көбейтем 15,6-ға. Сол кезде бізде шығады ол қанша шығады? 78 шығады. 78 сантиметр немесе 7,8 метр. Ладно, жазып қояйық. Екіншісі L плюс D. Бұл жерде проблема жоқ. D дегеніміз 15,6 болды. Ал F дегеніміз қанша болды? 78 болды. 78 болды. Екеуін қосатын болсам, 93,6 шығады. 93,6 шығады. Бұл жауаптар. Жауап С және 0,78 метр деген болады. Д. Жауап екі жауап. С және Д болады. Басқа жауап жоқ. Хорошо? Кеттік. Бәрін таста деймі? Так, номері 26-шы есеп. 40 кг дене еркін құлап түскенде ауырлық күшінің жұмысы 128 болды, дененің құлау уақыты. Вообще еркін түскен құлаған дене G тең H тең 7 квадрат бөлінген 2-ден т-ны шығарамыз. Т тең 2H бөлінген G. Түбір астында. Бізде G бар, H жоқ. H-ты тұту үшін E потенциалдық байланыс. E потенциалдық дегеніміз MGH. Осы жерден H шығаратын болсақ, E потенциалдық бөлінген G MG болады. E потенциалдық берген жұмыс, ауырлық күшінің жұмысы 128 тең болады дейсіз ғой. 128 мың бөлеміз масса дегеніміз 40 кг көбейтіп G деген оған. Так, сарады. Сол кезде биіктік қанша шығады? Где-то 32 шығады, 320 шығады, 320 метр шығады. Орнына қоямыз. 320 апарып орнына қоямыз. Қай жерге? H-тың орнына қоямыз. Сонда түбір астында 2 көбейтілген 320 бөлінген 10 болады. 10 мен 9 қарап 64 болады, 64-тен 8 секунд шығады. 8 секунд дегеніміз ол А, 8 миллисекунд немесе жауап тағы 8 секунд болу керек. Астында қайықта жауап G бар. Вот так. Мынаны өшірейін. Жауап А мен G бала. Хорошо? Кеттік ондай болса. Номері 27 сұрақ. Көлем берілген В 40 литр дейді. Баллондағы газдың температурасы Т240 кельвин, қысым 200 килопаскаль, баллондағы зат мөлшерін табу керек. Зат мөлшері деген нью сұрап тұр. В бар, Т бар, П бар, осы онда идеал газ теңдеуі ПВ тең нью Р Т деген теңдеу, осы жерден зат мөлшерін табасыздар. Нью тең ПВ-ны бөлесіздер Р Т-ға болды. П дегеніміз қанша? 200 килопаскаль, 200 мың паскаль көбейтілген көлемдегі 40 литр, 40 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр куб болады ол. Бөлінген R дегеніміз 8,31, ал температура дегеніміз 240 кельвин. 240 кельвин. Есептейтін болсақ бізде жауап қанша шығады? 0,4 шығады ма?
0,4 шығады дейді. Жауап Ж 0,4 шығады. Басқа жауап жоқ сияқты, бар ма? Басқа жауап көрейік. Жиырма жеті точно 27 ма? 27 так. Ж және аш шығатын болу керек. Жоқ, аш шықпайды ма? Мынау 4 болып кетеді, мынау 0,4, 0,4 деген бір жауап бар болса. Қайтын есепте көрейін де боларыз, sorry. Қысарағын салсайшы, оңай болсын. Так, мынау меншіш дәрежемен мынау 3 нөл кетіп қалады. 240 пен мынау қысқарады. 4 пен 24 қысқарады. Сол кезде 6 қалады, 6, 4, 24. 6 мен 2 қысқарады, сонда қанша қалады? 3 қалады, е? Аяқта 100 қалады үстінде. 100-ді бөлеміз 8,31 бөлінген 3-ке. 100-ді бөлемін 8,31-ге бөлемін 3-ке. Ровно 4 шығады екен ғой. 4 деген F. Және 4 деген басқа жауап болады. 4 дегеніміз H болады. Так, мына жауап 2 жауап болады. F және H болады. 27-ші сұрақта F және H болады. Так, номер 28-ші сұрақ кетті онда. Жауабын жазсайын аяққа. Жазайын. 4 шықты. Кетті онда. 28-ші сұрақ кетейік. Бір текті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр ұшып келе жатқан зарядталған бөлшек радиус R шеңбер бойымен қозғалады. Бөлшектің жылдамдығы да индукциясы да векторына 2 есе кемітсе дейді. Бөлшектің қозғалыс шеңбер радиусы дейді. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Так. R тең болады. MV бөлінген QV деген теңдеу бар. Осы жерден жылдамдықты 2 есе кемітеміз дейді. Индукцияны да 2 есе кемітеміз дейді. Бірақ неке бірімен қысқарып кетеді. Бәрібір R-дің өрісі шығады. Бәрібір MV бөлінген QV-ның өрісі шығады. Ешқандай өзгеріс болмайды. То есть R тең R-ға, R' тең R-ға. Жауап Ж болады. 29-да. 28-де. Так. 29-да қайсы? Так, жоғарыда бір екі сұрақ көрсін. Шатасып кеткен сияқты шатта. 20. Так, 30 екен ғой. Бір сұрақ көре салайын да болар. Жиырма алтыны А және не дедім? Ж-ні. Так, 25-ті дедім. 24-ті С және H дедім. Дұрыс. Так, мен қателескен сияқтымын. Так, 29-ға керек. 29-да табу керекпіз. Так, массаны табу керекпіз, көлем берілген. Көлем беріп тұр. Масс М беріп тұр. Содан кейін мына М беріп тұр. Температура беріп тұр. Қысым беріп тұр. Идеал берсеңде ғой. PV тең М бөлінген М R T. Осы жерден просто М шығаламын. М шығаратын болсам PVM бөлінген R T болады. Просто М жалпын тау керек. М жалпын тапқан кезде былай істейсіздер. С4 қой.
С H4 деген нәрсені ескеру керек. С-нікі 12, 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Плюс H-тікі ол негізі 1 грамм ол, иә. Бірақ 4 деген үшін 4 көбейтеміз. 4 көбейткен 1 көбейткен 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда 16 көбейткен 10-ның минус 3 дәрежесі болады. P дегеніміз 100, ол 10-ның 5 дәрежесі паскал, килопаскал деп тұр, иә. Көлем берген 8,31, 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб болады. Өйткені диаметр ғой, диаметрі D деген метр ғой, минус 3 деген сөз. Минус 1 куб болған үшін минус 3 көбейтеді. Сосын m бағанағы 16 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген r деген 8,31 көбейтілген 273 болады. Мына мен қысқарып кетеді. Мына мен қысқарады. Плюс 2 дәреже алады. 16-ны 270-ке бөлетін болсақ, бізде жауап V және H шығады. 5,86, 10-ның минус 3 дәрежесі шығады. Бұл дегеніміз жауап H және V. Жазсайын да балар. Түсініктірек болу үшін. Мынақта симет V, мынақта H бар. Жауап V және H. Басқа жауап жоқ сияқты. Көрсеңіздер, айтыңыздар. Номері соңғы 30-шы сұрақ. Құрамы дейді. 108-де аргентум дейді. Аргентум деген күміс қой, иә. Тош мынандай көрінбей тұрған шығар. Аргентум деп тұр, мынаяқта 108 деп тұр, мынаяқта 47 деп тұр. 108 деген бұл нуклондар саны, мынау Z протондар саны. То есть протон 47 болады, ал нейтрон 108-ден азайтамыз 47-ні. 8 нейтрон шығады. 108-ден азайтасын 47-ні қанша болады? 61 болады. Демек 61 нейтрон бар. Жауап біріншісі дұрыс емес, екіншісі дұрыс емес, үшіншісі дұрыс сияқты. 47 протон болса, электрон санында болған сәйкес келеді. Яғни Е деп жазсақ болады. 47 протон. Аны біріншісі дұрыс екен. Sorry. Е тең болады. 47 протон болса, 47 электрон болады. Және 108 нуклон. Бұл А дұрыс. Содан кейін 108 протон дейді, дұрыс емес. 47 протон, 61 жоқ. Жоқ. 94 деп тұр ма? 94 деп тұр, бұл қате сияқты. 108 нуклон, 61 протон дейді, бұл қате. 13 протон, 4 нейтрон дейді, қате. Жауап соңында астында бір-екі жауап қалды, H қалды. 47 протон, 47 электрон, 61 нейтрон. H боладыошын. Так. Алғашысын артық көтті. И қайсын берейін? Жауап А және H қой. 47 электрон, 47 протон, 61 нейтрон. Все. Окей, бүгінгі осымен сабақ бітті. Келесі нұсқада кездескенше сау саламатта болыңыздар.